Мол мәдениетіміз бар деп мақтанатын итальяндықтардың Колизейі болса, аспан асты ел деп аталатын Қытайдың ұлы қорғаны бар. Ендеше қазақ даласындағы сонау андронымдықтардан басталып, Сақ, Үйсін, Сарматқұн, Қаңлы тайпаларынан жалғасқан Алтын Орда, Ақ Орда болып ұлы даланы дүбірлеткен киелі мекеніміздегі қасиетті нысандардың бірқатарына тоқталып, бейне шолу жасап өтейік. Назарларыңыздағы ұлы даланың картасы көрсетілген. Бұл карта 14 облысқа 3 республикалық маңызды бар қалаға бөлінсе, әр өңірдің өзінің киелі нысандары мен тарихи орындары бар. Сонау Алатау мен Алтай төріндегі тарихи нысандарда назарға алатын болсақ, Алматы облысының жерінде 1969 жылы алғашқы алтын адам Сақ патшасының қорымы табылған. Бұл картамыздан да сол жерді көруге болады. Тәуелсіздігіміздің астанасы Алатау баурайындағы басты шаһарымыздағы тәуелсіздік монументі орын алса, Шығыс Қазақстан облысындағы Қозы-Көрпеш Баян Сұлу кесенесінде біз мынау картадан көре аламыз. Қаратаудың баурайында қазақ хандығының, қазақ хандарының белгісі бар. Шу мен Таластың бойында қазақ хандығының негізі қаланса, бұл жерде Айша бибі, Қарахан, Тектумас деген сияқты небір тарихи нысандарымызды көруге болады. Ал ұлысымыздың ұйтқысы оңтүстік өңірді ойымызға алсақ, Арыстан баб пен Яссауи қазақ хандарына астана болған тарихи шаһарларымыз бен киелі нысандарымыз көптеп орналасқан. Сыр елдің анасы деп айтамыз. Киелі Қызылорда жеріндегі тарихи нысандар Қорқыт бабамыздың кесенесі болып күмбірлеген қобыздың үнімен есте қалады. Ал бүкіл әлемге белгілі Байқоңыр космодромының да Сыр елінде орналасқанын дүйім жұрт жақсы біледі. Аңызға бергісіз Ақтөбе өңірінде Қобыланды Батыртай тарихи тұлғамыздың кесенесі бар. Ақтөбеден әрі қарай Сарайшық жері Атырау өңірі. Бұл да жайықтың бойындағы тарихымыздың таңдаулы нысандары. Бөкей ордасын айтпағанның өзінде 362 әулие жатқан киелі Маңғыстау жерінде ерекше атап өтуге болады. Сейсем ата, Бекет ата бастаған қазақтың қадірлі тұлғалары күллі түркіге, алты алашқа ортақ абыздарымыздың киелі мекені. Тобыл Торғай өңірі мен Арқалық жерін, әйгілі Қостанайдың киелі даласындағы қастерлі нысандарымыздың да саны өте көп. Солтүстік Қазақстан облысы хан Абылайдың резиденциясы бар әйгілі мекеніміз деп айтуға болады. Кереку жерінде Мәшкүр Жүсіп мешітін мынау картадан көруге болады. Қарағанды дегенің қазақтың қайрат қажыры, қаз дауысты бабамның қағып кеткен қазығы деп Мақсат ақын жырлағандай қазыналы Қарағанды өңір жайлы да кеңінен тоқталып өтуге болады. 300-дің басы қосылған Ұлытау жеріндегі әйгілі монумент, қазыналы Қарағанды кеншілерінің астанасы облысымыздың бас шаһарындағы кеншілер ескерткіші және металлургтердің белгісіндей Теміртау қаласындағы металлургтер монументі бұл өңіріміздің айшықты тарихи орындарының бірі болып саналады. Қарқаралы төңіріне сапар шеккен адам Қажы Құнанбайдың салған мешітін көруге болады. Жалпы Қарағанды облысының тарихи нысандарына жеке тоқталатын болсақ, Ұлытау тарихи нысанды археологиялық кешені, Бұқар Жырау ауданы, Қарқаралы, Нұрлы Нұра, Асқарлы Асакаровка дейміз. Жалпы Қарағанды облысының орталық аймақтың өзінің өз тарихы, өз қолтаңбасы бар.